Қайырлы күн менің алтын көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге балалардың сүйіп жейтін асы және де мектепке апаруына ыңғайлы болатындай етіп мини-пицца жасап көрсететін боламын. Бұл пиццамыз өте дәмді, жұмсақ және де тойымды болып шығады, сондықтан міндетті түрде видеоны соңына дейін мұқият қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды және де жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне қантымызды, ашытқымызды салып араластырамыз. Барлық қоспаларымызды жақсылап араластырып алғаннан кейін бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Достар, алдағы уақытта менің парақшамнан көптеген жаңа рецепттер көргілеріңіз келсе, онда менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басуды ұмытпаңыз. 10 минут өткеннен кейін смесімізге тұзымызды және де сұйық майымызды қосып араластырып, оның үстіне ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан қамырымыз біріккенге дейін ұнымызды қосамыз. Мен астыңғы описание бөліміне 550 және де 600 грамм ұн деп қалдырдым. Егер де қамырларыңыздың басы бірікпесе, оның үстіне тағы да кішкене ұн қоссаңыздар болады. Біздің қамырымыз кішкене қолымызға жабысқақтау болып тұрады. Сондай болуы керек, сонда сіздердің пиццаларыңыз жұмсақ болып шығады. Қамырымызды біріктіріп елеп алғаннан кейін ыдысымызға кішкене сұйық май қосып, солының үстіне қамырымызды қоямыз. Бетін жауып, жылы жерге қамырымыз көтерілгенге дейін қалдырамыз. Қамырымыз көтерілгенше біз салмасын дайындаймыз. Ең алдымен шұжығымызды жақсылап, жұқалап, төртбұрыштап, ұсақтап турап аламыз. Достар, егер де сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, онда осы қазақша контентті каналдың өсуіне өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Енді сырымызды үккіштен өткіземіз. Менің қосқан сырым кома сыры және де қызанағымызды да төртбұрыштап, ұсақтап турап аламыз. Достар, сонымен қоса менің каналымда пиццаның оригинал рецептісі бар және де оның соусының қалай жасалу жолдарын барлығы көрсетілген. Егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қарап көріңіздер. Міне біздің қамырымыз да көтеріліп дайын болды. Енді осы қамырымызды мен 8 бөлікке бөлдім. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша егер де пиццаларыңыз жұқа болсын десеңіздер, 10-12 бөлікке бөлсеңіздер болады. Достар, егер де сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, онда осы каналдың алдыға қарай дамуына өз үлестеріңізді қоса отырып, каналға тіркеліп, және де видеоның астындағы поделиться батырмасы арқылы бөлісе жүрулеріңізді сұраймын. Қамырымызды бөліп алғаннан кейін әр бөлігін осылай дөңгелектеп, бетін жауып, 20 минутқа демалдырамыз. 20 минуттан кейін қамырымыз осылай көтеріледі. Одан кейін алдын ала пергамент қағаз төселген противенімізді дайындап қоямыз. Қамырымызды осылай ортасынан шетіне қарай дөңгелек дейміз. Бізде ортасы жұқа, ал шеттері кішкене қалыңдау болуы керек. Енді противенімізге қойып, келесі қамырларымызды да дәл солай жасаймыз. Егер де қамырларыңыз қолдарыңызға жабысып тұратын болатын болса, онда қолдарыңызды кішкене майлап жіберсеңіздер болады. Біздің қамырымыз сондай жұмсақ, нәзік, эластичный, әдемі қамыр болып шығады. Міндетті түрде осы қамырмен сіздер де дайындап көріңіздер. Бұл қамыр бізде универсальный болып жүреді. Тек қана пицца ғана емес, және де нан өнімдерінің барлық түрін жасасаңыз болады. Нан пісіріп, бауырсақ пісіріп, немесе пирожки жасасаңыз, сосиски в тесте жасасаңыздар да болады. Өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Енді осы қамырымыздың үстіне кетчупымызды жағып, оның үстіне салмамызды саламыз. Салмасын өзіңіздің қалауыңыз бойынша әртүрлі болып өзгертсеңіздер болады. Енді осының үстіне үккіштен өткізілген сырымызды қосып, алдын ала қызып тұрған пеште 200-220 градуста 15-20 немесе 10 минутта пісуі мүмкін. Ол сіздің пешіңіздің қысымына қарай
өте тез немесе баяу пісуі мүмкін. Мінекей біздің пиццаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ, мамықтай борпылдап тұр. Сіздер де осы қамырдан жасап көріңіздер. Өте дәмді, жұмсақ және де тойымды болып шығады. Егер сіздерге видео ұнаған болса, онда осы каналдың дамуына үлес қосып, каналға тіркеле жүруді ұмытпаңыздар. Отбасыларыңызды, балапандарыңызды қуантыңыздар. Баршаңызға рахмет, ас болсын. Сіздермен бірге болған Ләйләгүл. Пока-пока.